Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода 2023-24 оқу жылында болған математика пәнінен ауыл олимпиадасы 10 сынып 1 кезең 25 есепті талдаймыз. Косинус 10 көбейту косинус 50 градус, көбейту косинус 70 градус есептеу керек екен. Яғни мына жерде көбейтіндінің формуласын қолдануымыз керек. Көбейтіндіні қосындыға ауыстыру формуласы. Косинус альфа көбейту косинус бета тең болады 2-ден 1 косинус альфа плюс бета қосылған косинус альфа минус бета. Косинус 10 градус тұра берсін. Мына екеуіне осы формуланы қолданайық. Мынаны көшіріп жазбай қойын қайттан. Косинус 10 градус тұра берсін. Көбейту 1 бөлінген 2. Сонда косинус екеуінің қосындысы 120 градус болды. Азайтып жіберсек. Косинус минус 20 болды. Ол косинус жүр функция. Сондықтан косинус 20 градус деп жаза салам. Енді косинус 10 градус 2-ден 1-ін басына жазып жіберейін. Көбейту косинус 120 градуста қаншаға тең? Косинус 120 градус. Минус 1 бөлінген 2 болады екен. Минус 1 бөлінген 2 плюс косинус 20 градус. Тең. Жақшан асып жіберек. Минус 4-ден 1 косинус 10 градус минус плюс 2-ден 1 косинус 10 градус косинус 20 градус. Енді мына формуланы тағы бір рет қолданамыз. Мына өрнекке. Сонда минус 4-ден 1 косинус 10 градус қосылған 2-ден 1 тағы 2-ден 1 бар формулада. Екеуінің қосындысы косинус 30 градус. Азайтып жіберсек косинус 10 градус болады екен. Тең. Енді жақшаны ашып шығамыз. Минус 4-ден 1 косинус 10 градус. Жақшаны ассақ 4-ден 1 косинус 30 болды. Косинус 30-да түбір астында 3 бөлінген 2. Плюс 4-ден 1 косинус 10 градус. Мына екеуі қысқарып кетсе, түбір астында 3 бөлінген 8 болады екен. Мына бұл жауап дұрыс жауап болды. Сонымен мына есепте шықты. Сау болыңыздар.